Жырлардың айқын ашып жоталарын мен бүгін ау дегеннен оталамын. Ассалаумағалейкум деп жатырмын ғой, уағалейкум болсыншы шапалағым деп бір шапаласам керек. Тілегің қалай тапшы деп, ниетің қалай жақсы деп, Тұрғанбек ағамыздың шапанымен басындағы көркіне дейін патсыветте бір қолса қошеметте қояйын. Аға, шапаныңыз құтты болсын. Үстіңізде тосын. Ертең құдалықта жүрмесін аралап. Ал, апам қайда? Жасыңыз ұзақ болсын. Тамаққа қосқан тұздай боп, ерімеген мұздай боп, қашанда паспортын жаңадан алған 18-де қыздай боп жүре беріңіз, апа. Құтты болсын. Құрметті ағайын, сыйлықты берген кезде тек қана тәтеме емес, ағама да беріп қойыңыздар. Тәте үйге не ұстап барсын. Бану тәтем 100-ге келсін дегенде бір шапалақ ұрайшы. Тұрғанбек ағам 96-ға келсін. Болмағанда аз деп қосайын. 97, 98, 99, 100, 101-ге келсін. Бір жыл қате өз-өміз жүрсін де бір бойдақ болды. Халықтан өтірік айтпайын. Тойдың жақсы өтуде, жаман өтуде тамадаға байланысты. Халқымнан өткен тұрған сайын сұрайын, той қалай десем, міне дейді. Значит, Наурыз